Шайтан не үшін әулие қабырын зиярат ету шірк дейді? Жер бетіндегі ең қасиетті жер Қағба, онда тілеген дұға оңай қабыл болады. Ал Харам мешітінде өтеген намазға 100 000 есе сауап беріледі. Онан соң ең қасиетті жер пайғамбарымыздың қабірі жатқан Нәбауи мешіті болып, онда өтелген намазға 1000 есе сауап беріледі. Олардан кейінгі қасиетті жер Әл-Ақса мешіті, онда оқылған намазға 500 есе сауап жазылады. Бұлардан соң өзге пайғамбарлардың, сахабалар мен әулиелердің қабырлары ең қасиетті жерлер саналады. Бұл қабырлар әр жерде бар, ал олардың қабырын зиярат етуде зор игілік бар. Әрине ол жерлерді Алла ризалығы үшін зиярат етесіз, онда жасалған игі дұға да оңай қабыл болады. Себебі онда жатқан әулие жасаған жақсы дұғаңа аумин дер, ал әулиенің аумины кері қайтарылмайды. Әулие Алланың досы, Алла олар жатқан жерге илахи назармен рахымын қияметке дейін үзбей төгіп тұрады. Сондықтан әулие қабырларын көп зиярат етсеңіз, тәнге де руханиятқа да бірдей пайда бар, сонымен бірге Алланың рахымына бөленесіз. Бірақ қазір шайтанға әскер болып кеткен үлкен топтар бар болып, олар әулие қабырын зиярат етпеңдер, ол шірк деп сарнайды. Олардың мақсаты сол, олар сізді Алла рахымынан, әулие шарапатынан алыс еткісі келеді. Басқа дәнең емес, оларға алданба. Қағба мен пайғамбарымыздың қабірі ең қасиетті жер, бірақ елдің барлығының онда ұдайы баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сондықтан олар өздері бара алатын жердегі әулиелердің қабырларын ұдайы зиярат етсе болады. Мәулана Шайх Мехмет әулие.